Всем привет! Менің YouTube каналыма қош келдіңдер. Жаңадан қосылып жатсаңдар тіркеліп кетіңдер. Бүгінгі біздің YouTube'тың тақырыбы Аманжол Рыспендиевтің тренингі. Бұл тренингте не айтылды, не істедім, не жаздым, соның барлығын толықтырып айтып беретін боламын. Менің артымдағы вид бұл Тараз қаласының, яғни президент паркі. Мына бізде осылай I love Тараз деп жазылып тұр. Что әдемі видта сіздерге видео түсіргім келді. Бүгін Аманжол Рыспендиевтің блокноты. Бұл блокнотқа мен сабаққа кірген кезде жазғам. И шыққанға дейін, барлығын жазып шықтым. Чтобы сендерге де айту үшін, өзімнің есімде қалу үшін. Біз тренингке кірген кезде бізге сұрақ қойды. Сіз бұл тренингке не үшін келдіңіз? Аманжол Рыспендиев шықпас бұрын сондай сұрақ қойды. Менің тренингке бару себебім бірінші бұл даму үшін не істеу керек, екінші бизнес бастау үшін неден бастаған дұрыс, үшінші бір істі бастап аяғына дейін қалай жеткізу керек, төртінші мотивацияға толы болып жүру үшін қандай іс-әрекет жасау керек, бесінші бизнестің немесе жұмыстың жүріп тұруына отбасымен қарым-қатынас байланысты ма деген сұрақ болды. Осылай біз өзіміздің сұрақтарымызды жаздық и жанымызда қасымызда отырған адамға айтты, осындай себеппен, мақсатпен осы тренингке келдім деп айттым. Аманжол Рыспендиев кірді. Аманжол Рыспендиев кірген кезде кәдімгідей андай ер адамның мінезі, духы болады ғой, тура сондай болып кірді да. Салмақты, серьезный бар ғой, кәдімгідей энергиясы кәдімгідей сезіледі. Кірді да сразу отырыңыздар деді де өзінің сабағын бастап кетті. Бұл сабақты тез басталуының себебі, может, ол 2 сағат бойы опоздание болды, регистрация 1 сағат кешіктіріліп жасалды. Почти сағат азында 10-да басталудың орнына сағат 2-де басталды. Белгілі бір себептерге байланысты. Соған байланысты, может, тез бастап кетті. Мен кәдімгідей в шоке болдым. Осылай амандаспай, просто так деді да, и сразу әңгімесін жалғастырып кетті. Мен бір жағынан көрдім неуважение сияқты, но ситуацияға байланысты ол кісі сразу тақырыбын бастады. Şu кезде мысал келтірдім. Ол мысал бір емші болыпты да, рак ауруын емдейтін. И рак ауруының бүкіл қанша стадиясында болса да жақсылап тұрып емдеп береді екен. Сөйтіп бүкіл елге, яғни 100 адамға шақыру жібереді. И соның ішінде бір 2 адамы келеді. Бірақ 100 адамның барлығы өлім үстінде, прям жағдайы нашар, сондай кісілер, сонда да ол кісілердің 2 адамы, яғни сенеті 2 адамы келеді. И 2 адамын емдеп шығады. Одан кейін 100 адамнан кейін 1000 адамға шақырады. 1000 адамға хат жолдайды да, осылай емдейміз деп. Сол кезде оның ішінде бір 100 шақты ғана адам келеді. 100 шақты адам келгеннен кейін ол кісілерді тоже емделіп шығады. Кейін тағы да спрос жібереді 10.000 адамға. Сол кезде бір кісі айтады екен да оған, яғни емшіге, сіз осындай 10.000 адамға жіберіп жатсыз, қазір бұл жердің барлығы, яғни адамдарға толады, содан кейін сіз оларды үлгермейсіз деп айтса, ол жоқ, давай жіберіп көрейік деп айтқан, жіберіп көрген. Соның ішінде 1000 адам келген. Одан кейін 1000 адам келгеннен кейін ол кісілерге айтқан ғой, қазір келе жатыр емші деп, 1000 адам жинағаны. Соның ішінде 200-300 адамы қайтып кетеді, шыдамай. Одан кейін қалғандары қалды, қалғаннан кейін тағы да айтады, қазір келе жатыр деп тағы да айтады. Сол кезде тоже жартысы кетіп қалады. Ең соңында 10.000 деп қой. Ең соңында 10 адам қалады. И сол 10 адамы емделіп шығады. На самом деле, үшінші рет айтқан кезде ол кісі емдеу залында отырған екен. Просто ол кісілердің шын ниетін, емделуге деген ниетін білмекші болған екен. Осылай шын ниетпен келген адамдар қалып, емделіп шыққан екен. Бұл мысалды не үшін келтірді? Себебі бізде тренинг сағат 10-да басталу керек болған. Оның ішінде регистрация 1 сағат бұрын кешіккеннен кейін
сол жердегі әпкелеріміз ағаларымыз айтты, что не үшін кешігіп жатсыздар, регистрация негізі 1 сағат бұрын болу керек, сіздер әлі отырсыздар, не жасалған, еще место ауысты, қалай бұл неуважение деп солай айтқан болатын. Содан кейін осы мысалды айтқан кезде, чтобы сіздер қалдыңыздар деді. Оның ішінде шынымен 2-3 адамдар кетіп қалды, еще оның арасында сабақтың үстіне тоже 2-3 адам шығып кетті. Өте қатал кісі, тәртіпті жақсы көредім, потому что бәрімізге телефонды өшіріп ешкімге былай қостырып, тогда осылай отыруға болмайды. Негізінен осылай вообще отыруға болмайды. Қостырып ешкімге айтты, что сағыздарыңызды алып тастаңыздар деді. Негізі сағызды шайнаған дұрыс емес, меніңше. Вообще ұнамайды сағыз шайнау, біреудің аузынан сағыз көрсем, шайванда отырмын көрсем, өртім нервім ұстайды. Одан кейін сағыздарын алдырып тастады, одан телефондарын алып телефондарын өшіріп тастады. Егер де телефонмен сөйлесіп, бере шығып, бір нәрсе сөйлескенде, одан кейін екінші рет кірмейсіздер еді. Содан кейін соның ішінде 2-3 адам шынымен шығып кетті, ол өтірік деп ойладым ма, солай болды, сонымен шығып кетті. Бізге сұрақ қойды, мен кіммін және де не үшін деген. Мен жауап бердім, мен үйдің ерке қызымын, екінші мен тұлғамын, үшінші юристпін, адамдардың құқығын қорғағым келеді. Сол кезде айтты, бір 3 бөлікке бөлді, өткен шақ, осы шақ және де келер шақ. Сіз қазіргі моментте кімсіз деді. Сұрақ на самом деле сондай болады. Сіз кімсіз? Осы моментте біз өткен шақпен, осы шақпен, болашақпен, көбінесе осы шақпен емес, өткен шақпен ойлайтыныңызды түсіндіріп айтып берді. Яғни сіз осы шақта сіз оқушысыз, зачем сізге мен тұлғамын, мен мамандығым осындай деп айту деп айтты. Сіз оқушысыз, значит оқушы болып келіп отыруыңыз керек және де сабақты түсінуіңіз керек деп түсіндіріп айтты. Сол моментте ғана миымызға барды. Бұл мысалды келтірген себебі, яғни әр тұлға осы шақпен өмір сүру керек. Өткен шақпен емес, келер шақпен емес. Өткен шақты все болып кетті, вообще өзгерте алмаймыз. Ал келер шаққа келген болса, ол жақта не болатын тоже білмейміз да. Ал сен осы моментте болып, сен басқа жақты ойлап жүрсең, сен осы моментте істей алмайсың еш нәрсені деді. Сен осы моменттегі нәрсені ойлап, осы моментте өмір сүріп, сен может ертең кетіп қаласың, сен оны ешкім білмейді. Сол себепті сен моментпен өмір сүр деді, осы моментпен момент өмір деді. Прямо андай болып күшті болып қалдым. Осы моментпен өмір сүр дегені, бұл яғни сенің өз рөліңді біл дегені. Өз рөліңді білу, яғни сен жұмыста кім болып жұмыс істейсің, соның жұмысын ғана атқару керек. Үйде сен кімсің? Еркек қызсың, значит еркек қыз болу, мамасың ба, мама болу керексің. Оған басқаша қылып, мысалға, сен психолог болып жұмыс жасайсың, жұмыс жасағаннан кейін сен үйіне де тоже солай психолог маманы ретінде қарайтын болсаң, онда сен өз рөліңді ұмытасың. Значит, әр жерде өз орныңды білу керек, өз рөліңді дұрыс атқару керек деп түсінік берді. Біз қалай дамимыз? Яғни, даму үшін бізге бір проблема болу керек. Біз проблеманы көрген кезде шошимыз ғой, как будто біз арға жүре алмай қалатын сияқты, арға істей алмай қалатын сияқты. На самом деле келген кезде проблема ол любой нәрсені шешім табады, дамуға деген бір қадам алдыға жүрудің бір себебі деп айтуға болады. Ұсыныс, проблема және де қуаныш деп 3 түрге бөлді. Ұсыныс яғни проблема, әрекетсіздік, кедейлік, проблема жағдай, бағалау, реакция, нәтиже, қуаныш, мүмкіндік, әрекет және де байлық. Келесі бізде мақсат қою, яғни мақсатты қойған кезде сен оны қалай қоюыңа байланысты да. Просто так оймен ойлау, или немесе әр точкасын әдейі жазу, немесе тек қана маңыздысын ғана жазу. Мақсат қойған кезде оны жазу өте маңызды. Себебі сен қай жаққа бара жатқаныңды білесің. Сол үшін мақсатты жазу керек. Оймен ойла, ол ешқандай сенің мақсатқа жетуіне дәлел де келтірмей, сен оған жетпейсің де. Сол себепті жазу өте маңызды. 2024 жылы сен қандай мақсатқа жеткің келеді? Сол туралы 10 ғана мақсат жазшы деді. Негізі адам 100 мақсат алдымызға арман қоюымыз керек та. Сонда ғана біздің қиялымыз ұшқыр болады және де сол мақсатқа жету үшін, армандарымыз жету үшін талпынысымыз көп болады. Және мынандай нәрсе естіген бизнесмендерде, мысалға,
күніне сен 100 000 теңге өзіңе жаратуың керексің дейді да, например. Сол кезде 100 000-ды просто так бір күн жаратады, 2 күн жаратады, 3 күн жаратады, уже бір аптадан кейін все, бітті, 100 000 теңгені қайда жарататынын білмейді. Сол сияқты адамда жүзденде одан да көп арманы болу керек. И еще мынандай нәрсе айтты да, бұл негізгі әлемде кім бай адам деді да, ең бай адам оның қалтасында 5 миллион ақшасы болу керек деді. Ал егер 5 миллионнан төмен болса, онда ол байым деп вообще санамай-ақ қойсын деді да. Мақсатты қалай қоямыз? Мақсат қойған кезде сен оны қалайсың? Сенің шын ниетің бар ма? Сен оған қашан жеткің келеді? Қай уақытта жасаған келеді? Соны барлығын точкасына дейін жазу керек. А егер сен олай жазбасаң, сен ол мақсатқа жетпейсің. Яғни мақсат қойғанның өзінде де сен қиялдамауың керексің. Сенің қолың жететін нәрсені армандауың керексің да. Если сен ол мақсатты прям вообще қолым жетпейді, мен оны көрмеймін десең, оны вообще жазудан қажеті жоқ. Просто сен өзің қалайсың, и осы моментте, яғни бір жылдың ішінде жете алатынына сенімді болсаң, онда жазасың. Ал 5 жылдық болса, 5 жылдыққа тоже солай да, жете аламын деген мақсаттарға жазып, и соны жеткізу керек. И сол мақсатқа жеткеннен кейін барып қана сенің сол моментте ойлаған, яғни жете алмаймын деген мақсатың сол моментте жетуге мүмкіндіктер жасайды да. Бұл себепті қазіргі уақыттан бір жылға дейінгі уақытқа дейін сен қай мақсатқа жете аласың, сол мақсатты жазып, и дедлайн қою керек. Мен не үшін бұл мақсатқа жеткім келеді? Мақтану үшін, немесе біреудің маған мақтаған сөзі үшін, жұмысқа орналасу үшін, өзім үшін, шетелге шығу үшін, не үшін деп 5 рет сұрақ қоямыз, и соған жауап айтамыз. И последний, бұл мақсаттарға жету үшін, сенің өзің армандарың орындалу үшін, адамдармен сөйлесу үшін, сен жақсы орта болу үшін, ол үшін сенің мінезің тура болу керек. Яғни мінез барлық нәрсені өзгертуі мүмкін да. Сен ашық жарқын, немесе қырсық, тәкаппар болуың мүмкін да. Сол кезде сол тәкаппарлығыңды басып, и жұмысқа соның бәрін, яғни керек емес, энергиясы төмен, яғни энергияның бәрін алатын мінез-құлықты алып таста, энергияңды беретін мінез-құлықтарды пайда қылсаң, сенің алға дамуың көбірек болады да. Жұмыста қандай болуың керексің? Может, сен жазып алуыңа болады, осындай болған кейін жұмыста алға ілгерілеуің мүмкіншілік көбірек болады деп аласың. Немесе параққа аласың. Менің жаман қасиетім, менің жақсы қасиетім деп ойламын. И жаман қасиетімді мен қалай жақсы қасиетке айналдыра аламын? Солай түсінікті жасайсың да, и ары қарай қадам жасайсың. Ең маңызды нәрсе, сен қазір қалай басып, қалай қабылдап, ары қарай дамуға, өзгеруге талпыныс жаса. Ешқашан мен мынандаймын, мен қабылдай алмаймын, мен өзімді жек көремін деген ондай сөз болмайды. Сен өзіңді қабылда, и дальше ары қарай жүр, іс-әрекет жаса. Күніге іс-әрекет жасаған сайын сенің алға талпынуың және де бір мақсатқа жетуің көбірек болады. Менімен бірге болғандарыңа рахмет. Және де келесі көріскенше құрсақ болыңдар.